Hurmatlı Sadır Nurhocayev. Katu. Kamçıbek Kıdırışayevich. Kırgız eline tınçlık gerek. Geçegi mitingге çıkkandardı surat alıp kıramanga en tuğra iş. Biri misal aytadı Roşan Jeenbekov Karkaranı bergende Daşala emeler kurortordu Beşiktaş'ında büyük ministri olup turgan. Kırgızlarga onun çıkınçılığı. Ondan keyin Juşabayev degen emir olup turganda 2010 yılda kan tөгүүдөгү adamlardan ölümü turganda birden bir sebepkar Juşabayev, Kеңешбек Juşabayev. Ondan keyin Roşan Jeenbek'te aytты. Ondan keyin mesela Adakan Madmarov Çınıgı Kırgız'ın çıkıntısı. Kırgız yerin Tacik'tin yeri deyip durup kelişimge kol koyup protokol tuzgandығы anық. Sonuç için hurmatlı Kamçıbek Kıdırışayevich bularga katуу çara kolданыңыздар. Bizim Kırgız eli için тынчтык керек. Бұл шыққанымыз азыр бүгінгі біздің республикада түзілген қырдаал бойынша. Мына көріп отырмыз. Бұға шейін қанша революцияны башымыздан өткөрдік. Революцияны жасайбыз дегендер бұлар Кыргыздың чыққыншылары. Революция жасап біздің мамлекет басшы алмашқаны менен ешқандай иштер болбой келген бұға шейін. Азыр жақсы мына Құдайға шүгүр. Азырғы президентimiz Садыр Нурхожаевич. Бұл мына қараңыздар, ақсақалдарды сыйлап пенсиясыны, балдарды сыйлап пособиясын көтерді. Мемлекеттік қызметкерлердің бардығының айлық ақысын жоғарылатты. İşkerlerдің налогтарын алып қойды. İşkerlerге жеңілдік болсын деп. Азырғы болып атқан қымбатшылық бұл жалпы дүниеде болып атқан қымбатшылық та бұл. Ошонун есебінен işkerlerге жеңіл болсын деп налогтарын алып қойды. Жер иштеткен дыйкандарға жердің налогынан бері алып қойды. Бұл жақсы да. Бізге ондай революцияның ешқашан керегі жоқ. Бізге көйгөйлүү маселе. Мына өзіңіздер көп болдыңыздар, жақында эле коңшу мамлекетибиз кол салды бизге. Бизге эң көйгөйлүү маселе Чоңолай районунда границада турган айылдарыбызга бир жакшы статустарды бериш керек. Границаны бекемдеш керек. Ушул эми эмне дейбиз? Бул азыркы биздин президентибиздин